Қайырлы күн достар, бүгін мен ауған қазанда тауық етімен бұқтырма жасаймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызып тұрған ауған қазанының түбіне қойдың құйрығынан турап қосып, біраз қуырып шыжғыртып аламыз. Өйткені тауықтың еті қазанның түбіне жабысқамас үшін майлы болған жақсы. Және қолдан бағылған тауықтың еті тазаланып жуылған және бөлшектерге бөліп алатын боламыз, өзімізге ыңғайлы етіп. Қазанды жаңадан сатып алған кезде қолданбас бұрын қазанды жақсылап обработка жасап алуымыз керек. Ең алдымен ішін тазалап жуып, кептіріп, сұйық май құйып, сұйық майға пиязымызды үлкен-үлкен етіп турап, бетін жауып, жарты сағат қайнатуымыз керек болады. Ол не үшін керек? Бұл жерде ауған қазанның іші майлану керек, және ішіндегі керек емес заттардың бәрі сол маймен бірге шығатын болады. Сөйтіп жарты сағат қайнатамыз, және жан жағына тию үшін аузын ашпай жақсылап араластырып, сосын сұйық майды төгіп тастайтын боламыз. Сол кезде қазанымыз дайын болады. Осы обработкадан кейін қазанымызды қолдануға болады. Және де айтып кететін жайт, бұл қазанда бумен пісетін болғандықтан кез келген уақытта оны бетін аша салуға да болмайды. Қазір тамақ пісіріп жатқан кезде, осы процесс кезінде мен сіздерге көрсетем, қалай қолдану керек екенін. Мінекей қазанымыздағы майымыз да шыжғырылды. Енді сол майдың үстіне тауықтардың еттерін салып, барлығын саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзын саламыз, және пиязымызды ірі-ірі етіп турап, бетіне салып, бір кружка суымызды құйып, бетін жауып, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Бұл ауған қазаны ерекше қазан болғандықтан, бұл жерде бумен пісетін болады. Ішінде ешқандай парын іш жерге шығармайды. Сол кезде абай болыңыздар, мына жерде қақпағын ашып жіберіп, күйіп қалып жүрмеңіздер. Осылай бетін жауып, өзінің мынандай ұстайтын бетінде темірі болады. Осыны жауып, бұрайтын нәрсесімен қатты бұрап, бетін жауып қоятын боламыз. Бұл кезде қазанымыз қайнаған кезде пысылдап, бу шығарып сөйтетін болады. Қорықпаңыздар. Буын шығарған кезде осылай шанышқымен екі жерінде бу шығатын жері болады. Осы бу шығатын жерін көтеру арқылы буын шығарып барып ашу керек болады. Отты өшіріп барып, осылай буын шығарып, сосын барып ашу керек. Ато күйіп қалуларыңыз мүмкін. Абай болыңыздар. Бұл жерде жарты сағат өтті. Етімізді салғаннан кейін енді бетін ашып, картопымызды, сәбізімізді және дәміне қарай бұрыш, тұзымызды, паприка қоссаңыздар болады. Өздеріңіздің қалаған приправаларыңыз қоссаңыздар болады. Салып, қайттан бетін жауып, суда құятын боламыз, тағы 1 кружка. Сосын барып, бетін жауып, тағы 1 сағатқа қоямыз. Сосын барып ашатын боламыз. Қараңыздар, жарты сағаттың өзінде етіміз жартылай пісіп қалған.
Мінекей 1 сағатымыз да өтті. Абайлап, астын өшіріп, буын шығарып, барып қазанымызды ашамыз. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен картошкаларымызды езіліп жатыр. Бүтіндей салғанның өзінде. Бірінші картошкаларымызды ыдысымызға бөлек-бөлек алып, кейін етін салып, бетіне астындағы сорпаларын құйып шығатын боламыз. Сонда бұқтырмамыз сочный, сулы болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көкөністермен сәндесеңіздер де болады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. И каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.